Ерте-ертеде Бақыт деген жігіт болыпты. Ол жігіт өзінің бақытын іздеп жолға шықпақшы болады. Сөйтіп үйде төсек тартып ауырып жатқан кәрі әкесіне келіп ақыл сұрайды. Әке, балам, мен өз бақытымды іздеп жолға шыққым келеді. Бақытымды қайдан тапсам болады? Дейді. Балам, сәтті болсын, қанатың талмасын. Бақытыңды іздесең, тек жақсылық жасаудан жалықпа. Сенің бақыт кілтің жолыңда, балам. Жақсылық жасаудан жалықпасаң, өз бақытыңды оңай табасың. Деп қария баласына бір ауыз сөз үйретеді. Сөйтіп, өзінің баласына бақытын табу үшін ақ батасын беріп жолға шығарып салады. Бақыт жолда келе жатады. Жүре келе әкесінің бір ауыз сөзін есіне алып, бақытың жолымда деді. Ол қалай болғаны? Бақытымды қалай табамын? Деп ойланып келеді. Жақсылық жасаудан жалықпа деп әкем көбірек айтты, нықтап айтты. Демек мен жол бойы барлық тіршілік иесіне жақсылық жасауым керек деп ойлаған сәтте жолдан бір оқыстан қария тап болып, ол жігіттің қолына бір кілт ұстатады. Ол сенің бақыт кілтің, оған таба алма. Деп кілтті береді де содан жігіт, енді мен жол бойы барлық тіршілік иесіне жақсылық жасаймын деп, ең бірінші жақсылығымды жер анадан бастайын деп, жол бойы жерде жатқан қоқыстарды тазалайды. Жол бойы кездескен жан-жануар бәріне көмектеседі. Сынған ағаштардың барлығын егуге болатынын егіп, егуге келмейтінін жолдан алып тастап, жолды да тазартып қояды. Сөйтіп келе жатса, алдынан үлкен ағып жатқан бұлақ кездеседі. Қандай мөлдір тап-таза бұлақ деп ойлап жанына жақындаса, ол бұлақтың да бастауында бірнеше қоқыстар жиналып қалған екен. Сөйтіп бұлақтың бастауындағы қоқыстарды алып тастап, судың да алғысына қалады. Халқым, елім таза су үшін қоқыстардан тазартайын дейді. Енді қайтер екенмін деп келе жатса, жолда бір шұңқырда жатқан жаралы кішкентай түлкіні көреді. Ол түлкіні шұңқырдан шығарып жібереді. Ал түлкі болса, адам баласынан осындай жақсылық көргеніне таң қалып, ойпырмай, мынау адамзат та бізге осынша жақсылық жасайды екен-ау деп ойланып қалады. Сөйтіп, бақыт жол бойы кездескен құрт-құмырсқа болсын, көбелек болсын, жәндік болсын, барлығына жақсылығын жасап жүреді. Дәнін тасып бара жатқан құмырсқаға да көмектеседі. Сөйтіп келе жатса, бір ағаштың төбесінен аянышты шиқылдаған дауыс шығады. Сөйтіп ол тыңдап тұрады. Осы ағаштың төбесінде бір құс жараланып қалды екен деген оймен ағаштың үстіне шығып қарайды. Сөйтіп қараса, ол ағаштың төбесінде кішкентай ғана әдемі құс ілініп қалған екен. Қанаты жаралы болыпты. Сөйтіп ол жігіт ағашқа өрмелеп шығады да әлгі құсты босатып жібереді. Ол
Ол құс қанаты жараланған ұша алмай төменге түсіп келе жатып, бір ағаштардың бұтасына ілініп қалады. Ой, мен мына құсты қорқытып алдым ба деп ойлап жігіт жайлап барып құсты манағы бұталардың арасынан шығарып жібереді. Қараса, оның қанатында сәл ғана жарақат бар екен. Жарақатын емдеп, сол жерде құстың өз еркімен ұшып кетуіне көмек жасайды. Бірақ сол құс өзіне ерекше ыстық болып көрінеді. Құс ұшып бара жатып тіл қатады. Ей адамзат, осынша мейірімді болармысың? Мен сенің мейірімді жан екеніңе сенемін деп ұшып кетеді. Ал жігіт болса, құстың тіл қатқанына таң қалып, бұл не деген ғажайып, манағы қария берген күміс кілт. Енді мынау сөйлейтін құс, бұлардың арасында бір байланыс бар-ау деген ойға келеді. Сөйтіп келе жатса, ойына әртүрлі ойлар келеді. Енді мен бақыт құсымды қайдан табар екенмін деп ойлап келе жатады. Ал құс болса, қолын бұлғап ұшып кете барды. Сол кезде бір өзіне тылсымнан бір дауыс естіледі. Тыңдап қарап тұрады. Бұл кімнің дауысы? Қайдан шығып жатыр деп ойға келеді. Сөйтсе, бұл сылдырлап жатқан манағы өзі қоқыстан тазалап кеткен бұлақтың дауысы екен. Ей адамзат, менің бойымды қоқыстан тазартып, әдемі ағуыма көмек көрсеткен үшін мың алғыс. Адамзат, саған мың алғыс деп алғысын білдіреді. Оның ізінен жер ана айтады. Ей адамзат, сен осынша мейірбан болармысың? Бойымдағы қоқысты тазартып, жәндіктерге, жануарлардың барлығына көмектестің. Рахмет саған, адамзат деп жер ана да алғысын білдіреді. Көңілі аламұртып, енді қайтер екенмін деп келе жатса, жан-жағынан құстар ұшып келеді. Ол құстар манағы әдемі құстың достары секілді. Біздің досымызды құтқарғаныңа рахмет. Адамзат, осынша мейірімді болармысың деп бұлар да өз алғыстарын айтады. Бақыт жол жүруін тоқтатпайды, өзінің бақытын іздеп жүре береді. Сөйтсе, манағы кішкентай түлкінің анасы жүгіріп келіп, ей адамзат, осынша мейірімді болармысың? Менің жарақаттанған баламды құтқарыпсың. Рахмет саған деп түлкі де өз алғысын айтады. Міне, өстіп өз бақытын іздеп келе жатқанда, манағы сөйлеген сиқырлы